Сәлем, бүгінгі менің айтарым тағы соның жалғасы, күйеуге шығу, отбасы болу деген сияқты тақырыпта. Яғни күйеуге шығатынның алдында мына бір қателік деп айтпаймын, бірақ жақсылап ойланып алсаңыздар деген ниетпен айтқым келіп тұр. Кеше ғана мен өзім өз фамилиямды қайтадан өзімнің фамилиямды алуға заявление тастадым. И соны мен инстаграмға қойған кезде өз фамилияма өтіп жатырмын деп айтқан кезде көбісі сұрақ қойды: не үшін бәрі жақсы ма деген сияқты. Иә, көбінесе өз фамилиясына қайтады, когда күйеуімен ажырасады. Иә, менде ондай ситуация емес. И бұл жерде просто өзің фамилияңа жай қайта салсаң другое дело. Мен күйеуімнің фамилиясына ауысқан кезде қаншама документтерім жаңағы обновляция етті, загранпаспортым күйіп кетті, сосын банковский счет бар, басқа бар, солардың барлығын ауыстырдым. Енді қайтадан қазір мен күйеуімнің фамилиясынан кетіп, өз фамилияма өтіп жатқандықтан, опять же менде, мысалы, қазір бізде свидетельство о браке бар да, корочка. Оны біз примерно 3-4 рет ауыстырамыз. Өйткені не үшін мен ауыстырып жатырмын? Өйткені күйеуім өзінің фамилиясын алып тастамақшы, яғни Азамат Асқарұлы болып қалмақшы. Ол қазір орысша атпен жазылып тұр еще документінде: Азамат Нусюпов, Азамат Аскарович деп. Ол хочет өзгертіп тастауға, то есть фамилиясын алып тастауға. Оның фамилиясы негізі атасының аты емес, атасының әкесінің атымы сондай. Сол үшін ол өзінің фамилиясын алып тастағым келіп тұр дейді. Енді ол өзінің фамилиясын алып тастаса, мен не істеймін ол жерде деген сияқты ғой. Мен өзімнің фамилияма лучше өтейін деп. Бірақ негізі одан басталған жоқ біздің әңгіме. Ол өзі айтып қалды, негізі күйеуінің фамилиясын алған дұрыс емес екен, әркім өзінің фамилиясында болу керек екен деп. И мен қалжыңмен күлдім. Онда мен де өзім фамилияма көшейін деп. Ол айтты: негізі көшсең көше ғой, өйткені мен де өзім фамилиямды алып тастаймын деді. И содан осылай осы әңгіме өрбіп кетті. Сонымен жүріп енді мен өзімнің фамилиямды ауыстыруға заявление тастадым. Ол өзінің жаңағы фамилиясын тоже алуға заявление тастады. Сонымен енді қазір бізде получается свидетельство о бракені бірінші, оказывается, мен удостоверениені ауыстырмаймын. Мен свидетельство о браке менің фамилиям ауысады, оның фамилиясы сол күйінде келеді. Сосын ол заявление жіберген кезде менің фамилиям жаңағы менің метіркемде қалай жазылған? Мен метіркемде орысша жазылған: Агибаева Асель Абдималиковна деп. Ал мен негізі күйеуге шықпай тұрып фамилиямды қазақшаландырған болатынмын. Ағыбай Әсел Әбдімәлікқызы қылып жазған болатынмын. Енді мен әбден соған үйреніп қалдым. Күйеуге шыққаннан кейін де менің фамилиям Нусюпова Әсел Әбдімәлікқызы болып тұрды. И мен соған әбден үйрендім. И маған солай қазақша болған ұнайды, нежели Овна, Ович дегеннен қарағанда да. Өзіміздің қазақ тілінде әдемі ғой. И мен ауыстырғым келеді сол қазақшаға. Получается, метіркемізді екінші рет ауыстырамыз. Ол ауыстырған кезде фамилиясын күйеуім, оның жаңағы без фамилии Азамат Асқарұлы болып келеді. Мен қайтадан әлі Агибаева Асель Абдималиковна болып тұрам. Сосын мен қазақша аударуға жіберем. Ол аударылып келеді, менің атым ауысады, күйеуімнің аты тұрады, по-моему, сондай кажется. Жоқ. Ол кезде ауыстырмайды, өйткені ол қазір метіркесін восстановить етіп жатыр. По-моему, восстановить еткеннен кейін метіркесін, ол жердегі метіркесіндегі атын өзгертеді, қазақшаландырады және фамилиясын алып тастайды. Сондықтан ол солай
получается бір примерно свидетельство о браке менде 3 рет өзгертіледі. И соған қарай бірінші менде қазір свидетельство о браке өзгеріледі, потом менің удостоверением өзгеріледі, әсел, то есть орысша болады, орысша болып келеді, Агибаева, то есть фамилиям ауысады. Одан кейін мен оны қазақшаландыруға қайтадан подавать етемін. Одан кейін, по-моему, свидетельство о браке қайтадан подавать етемін қазақшаландыруға деген сияқты. Вот, осындай бір, короче, әңгімелер. Только біздің осы удостоверение мен свидетельство о бракамен шектеліп қойса жақсы. Одан кейін балалардың метіркесін ауыстыру керек болады, өйткені балалардың метіркесінің ішінде менің және әкесінің аты жөні жазылған. Вот, 2 бала. Одан кейін арғарай уже менің ипім бар, банковский счеттарым бар. Маған маңыздысы қазіргі мен ұстап жүрген Каспий, Народный және де ипі счетымның нелері, данныйлары. Солармен жұмыс істеймін, поэтому солардың маған ауысқаны маңызды. Одан кейін тағы қандай бар? Право бар. Менде загранпаспорт сол кеткеннен кейін алған жоқпын. Загранпаспорт тоже алып қоюым керек деп отырмын. Енді осыны пайдаланып, то есть бәрі өзгертілгеннен кейін барып загранпаспорт, оказывается, қазір уже примерно бір 35-40 мың минимум бағасы сондай болып тұр деді. Одан кейін тағы да сол машинаның жаңағы документтері, солардың барлығы ауысады. Олардың барлығына подавать ету керек. Аллаға шүкір, олар 5-6-дан ауыспайды. Осы удостоверение мен свидетельство о бракені обновить етіп болғаннан кейін барып балдардың документі, одан кейін арғарай банковский счеттар, машинаның документі. Әзірше атымызда квартира жоқ, алла бұйыртса болады. Это уже өзіміздің қазақшаланған дұрыс атымызға келеді бұйырса. Вот, осындай бір нелерден өтпес үшін, қайтадан барлығын ауыстырып жүрмес үшін соны жақсылап дұрыстап ойланып алыңыздар деп айтушы едім. Менің өте көп таныстарым, которые фамилияларын мүлде ауыстырмаған, молодцы деп айтқым келеді. Білмеймін, мен ауыстырған кезде менің мамам папамның фамилиясына ауысқан. Сондықтан менде миымда қалып қойған, что это так нужно деген сияқтышы. И менде кейін ауыстырам деген нәрсе менің миымда қалып қойған. И менің күйеуім, когда мен күйеуге шыққан кезде, ол менен негізі сұрады, ауысасың ба деп. Мен давай дей салдым да, просто ауысайын. Ну, типа это күйеуіме как преданность деген сияқты бір сондай бір чувство болды да, мен всей душой я твой деген сияқты ғой. Сонымен сондай өзіңіздің фамилияңызда қалсаңыз, күйеуіңізге адал болмай қаласыз деген сөз емес. Сондықтан вдруг мен сияқты ойлаған адамдар болатын болса, міндеттімін деген сияқты, я жоқ, олай емес. Біз күйеуге шықсақ та біздің түбіміз бар, ата бабамыз бар. Олардың біздің қанымыз ауысып, айналып кетпейді. Білмеймін, қызға келген кезде әйтеуір қыз қонақ, қыз кетті, қыз ойбай тамыз сіңіп кету керек деген сияқты. Я әрине шыққан жаңағы әулетіне со жақтың адамы болып кеткен. Әрине жақсы, ол только қыздардың ғана қолынан келетін дүние. Солармен сыйысып кету, жаңа отбасымен со жақтың адамы болып кету, ол только қыздардың ғана қолынан келеді, жігіттердің емес. Сондықтан шығар қыз балалары жігіттердің үйіне барып жаңағы отбасыларына кіреді. Бірақ бұл туралы да мен бөлек әңгіме айтамын. Осы отбасы тақырыбындағы әңгімелердің бәрін бітіріп болғаннан кейін барып жаңа бір тақырыпқа көшерміз. Ішімдеген барлығын осылай шығарып ойымды бөліскім келіп тұр.
сіздер қалай ойлайсыздар? Фамилияны ауыстырған дұрыс деп ойлайсыздар ма, немесе дұрыс емес деп ойлайсыздар ма? Өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Негізі менің ойымша әркім өзінің фамилиясында қалған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені еще менің анамның айтқаны бар еді. Осы тақырыпта негізі қалған дұрыс өзінің фамилиясында дейді. Өйткені сен атаңның атын қайталайтын боласың, когда фамилияңды айтатын кезде дейді. Жаңа қайнатаңның атын айтатын боласың деп. Білмеймін, енді біздің қазақ дәстүрінде бар ғой, енді келіндер атасының, қайнатасының атын атамайды, енесінің де атын атамайды, қайнағаларының атын атамайды деген сияқты. Бірақ бұның түп тамыры неде, не үшін? Енді атамайды болғанда, енді атын атап ешкімді өйтіп шақырмайсың ғой. Бірақ бәрібір мысалы бөлу үшін осындай аға, мынандай мысалы бірнеше қайнағаң бар, енді атын атап бар, осындай аға деп айтуға болатын шығар деп ойлаймын. Оған енді білмеймін, енді өзімнің көз қарасым қатты бір сол принципке ұстану емес, бірақ менің мамам солай айтады. Мысалы оның көз қарасы, пікірі солай. Сол үшін өз фамилиясында қалған дұрыс деп айтады да. Ол по-любому сен мысалы менің баламның, ұлымның фамилиясы менің қайын атамның аты. Ол жерде Оф деген қосында жоқ. Асқар Асылхан Азаматұлы. Мен оны каждый раз айтам. Енді ол үшін біз күнәһар болып, неге тозаққа түсіп кетеді деген әңгіме емес, бірақ бұл нәрсенің түбірі қандай екенін негізі зерттеп көру керек екені өте қызық. Ал егер біліп жатсаңыздар, осы видеоның астына пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Мен және де басқа білмейтін адамдар оны біліп жүрсін. Вот. Сондай. Енді біз өзіміздің атамыз бар, бабамыз бар, сол себепті біз өзіміздің жаңағы бәрбір қыз адам өзінің әулетінен алған тәрбие болсын, ол бір травма болсын, ол бір жақсы естеліктер болсын, бәрібір сол нәрсені біз қанмен балаға береміз. Соны біз арқалап жүрміз да, біздің түп тамырымыздан, атамыздан келген нәрселердің бәрін біз арқалап жүрміз да. Оны біз фамилия ауыстырғанмен жаңағы бүкіл неміз ауысып айналып кетпейді. Біз бәрібір сол болып қаламыз. Сондықтан сен өз жаңағы әулетіңнің адамысың, по-любому бәрібір бұл әулеттің сен келіні боласың. Сондықтан бір андай бір маңыздылығы жоқ деп ойлаймын фамилия ауыстырғанда. Әркім өзінің фамилиясында қалса әрине дұрыс шығар деген ойдамын. Өйткені маған когда ауысам деген кезде такой чувство болды да, бір өзімнің бір тарелкама келіп орналасам деген сияқты болады ғой, бір чувство өзімнің бір жаңағы әулетіме, өзімнің бір көпшігіме, өзімнің бір жылы жайыма келіп орналасам деген сияқты бір, білмеймін, сондай бір сезім болды. Ал ауыстырған кезде, күйеуімнің фамилиясына ауысқан кезде бір ол кезде есімде жоқ, бір просто ол кезде менде андай чувство болды. Күйеуім жаңағы менің фамилиям ауысты деген бір гордость күйеуімде болсыншы, ол да мақтанып жүрсін деген сияқты. Өйткені менің амысындарымның көбісі фамилияларын ауыстырған кісілер. Енді мен күйеуім жалғыз қалып қоймасын, әйеліңді ауыстыра алмай қалдың ба деп оған айтпасын деген сияқты. Вот сондай бір сезімде ғана болдым. Сол үшін де егер саған сол важно болса, давай ауыса салайын деген сияқты оймен, сезіммен солай келісе салған болатынмын. Енді бұл жерде глобальный ештеңе жоқ. Просто солай күйеуім өзінің фамилиясын ауыстырғалы жатқандықтан да мен өзімнің фамилиямды алайын дедім. Өзімнің негізі фамилиям ұнайды маған. Ағыбай Батырдың бір немересі сияқты өзімді сезінемін. Негізі Ағыбай Батыр емес, просто аты Ағыбай атамның. Атам емес, негізі ол кісі менің атамның әкесі. Ал менің өзімнің атамның аты Садық.
мені солай бұрын жазып қойған ғой, Агибаева деп. Сол фамилияны маған беріп қойған екен. Кейін мен әкем негізі ауыс деген маған Садыққа. Мен ауыспадым. Просто так звучит, Ағыбай Әсел Әбдімәлікқызы деген енді а болып тұрды да менде неде орысша жазылып тұрған кезде. Қазір енді қазақшаға аударатын болсам менде ә болады. Ағыбай Әсел Әбдімәлікқызы. Солай маған звучаниесі больше ұнайды. Солай